Бұл видеода бөлшектің түрлерін қарастырамыз. Бөлшектің екі түрі болады: дұрыс және бұрыс бөлшектер. Бұл түрлерін бөлшектің алымы мен бөліміндегі, яғни үстіңгі және астыңғы тұрған сандарға байланысты ажыратамыз. Дұрыс бөлшектерде алымы бөлімінен кіші болатын бөлшектерді атаймыз. Мысалы 2-ден 1, 6-дан 3, 23-тен 15. Бұл бөлшектерде үстіңгі сан астыңғысынан кіші. Бұрыс бөлшектер дегеніміз алымы бөлімінен артық немесе тең болатын бөлшектер. Мысалы 2-ден 2, 9-дан 14, 15-тен 23. Бұл бөлшектерде үстіңгі сан астыңғысынан артық немесе тең екенін көреміз. Дұрыс бөлшектерін сипаттайтын түсіну оңай деуге болады. Себебі біз көбірек бөліктер санынан азырақ бөліктер санын таңдаймыз. Басқаша айтқанда, көп нәрседен аз нәрсені таңдаймыз. Мысалы, біз бүтін бір пиццаны 3 бірдей бөлікке бөлдік дейік. Оның бір бөлігін сен жеп қойдың. Сонда сен пиццаның 3-тен 1 бөлігін жедің деген сөз. Пиццаның желінген бөлігі 3-тен 1 деген дұрыс бөлшекке тең. Демек, дұрыс бөлшекте бүтіндегі толық бөлік саны біз таңдайтын бөлік санынан артық. Яғни, бөлшектің бөлімі алымынан артық деген сөз. Енді бұрыс бөлшектерін сипаттайтынын көрейік. Мысалы, бізге 4-тен 5 пицца керек дейік. 4-тен 5 бізде бұрыс бөлшек. Себебі алымы 5, бөлімі 4-тен артық. Бөлімі 4 болғандықтан, бүтін бір пицца 1-де 4 бөлікке бөлінуі қажет. Енді бізге қажет пицца бөліктерін таңдай бастайық. 1, 2, 3, 4. Бұл 4-тен 4 бөлшегі. Бізге әлі бір бөлік жетіспейді. Ол үшін тағы бір тура осындай 4 бірдей бөлікке бөлінген пиццадан бір бөлік алып келіп қосамыз. Енді бізде пиццаның 4-тен 5 бөлігі бар деп айта аламыз. Видео ұнаған болса, достарыңмен бөлісіп, каналға жазыл.